Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен 9-шы сынып Students Book English Plus 8-ші тарау 96-шы беттегі жаттығуларды орындайтын боламыз. Exercise 1. Check the meaning of the words in the box, then complete the sentences. Сөйлемдерді жоғарыдағы берілген сөздердің көмегі арқылы толықтыру керек екенбіз. Басайық. Please sit down and fasten your seat belts. Орныңызға отырыңыз және қауіпсіздік белгілеріңізді байлаңыз. We set off on our journey at 9 a.m. Біз жолға таңғы сағат 9-да аттанамыз. We'll stop off in Moscow on the way to China. Қытайға барар жолда Мәскеуде тоқтаймыз. People with children can board the plane now. Баласы бар адамдар қазір ұшаққа отыра алады. The boat will turn back if the weather is really bad. Ауа райы қолайсыз болса, қайық кері қайтады. Tell me if you come across anything interesting. Қызықты бірдеңе кездестірсең, маған айт дейді. Ары қарай, if you book flights early, they cost less. Рейстерді ерте брондаған болсаңыз, олардың бағасы арзанырақ болады. How much luggage did you check in? Сіз қанша жүкті тіркедіңіз? Мұны осылай сөздерді қойып шығады екенбіз. Яғни бұл сөздердің барлығы, жалпы тақырыптың барлығы неге қатысты? Travelға қатысты, етістіктер, саяхатқа қатысты қандай біз жаңағы verbстарды қолданамыз, солардың көмегі арқылы сөйлем құрау керекпіз. Мұны осыған қатысты болады екен. Әдеттегідей жауаптардың барлығы оң жақта берілген, жазып алсаңыздар болады. Exercise 2. Read the spaceship announcement below and choose the correct words, then listen and check your answers. Төменде бізде неге жаңағы spaceship, яғни ғарышқа саяхатқа байланысты жаңағы анықтама берілген екен. Осыны оқимыз және дұрыс жауапты таңдаймыз. Одан кейін тыңдап, өзіміздің жауабымызды тексереді екенбіз. Бастайық. Welcome aboard from Captain Mitchell and the crew. The flight takes off at 7 p.m. and the last passengers are now boarding the ship. Our safety film starts in 5 minutes. Before this, we can please ask you to fasten your seat belts. This flight is a tourist special and will stop off at the moon on the way to Jupiter. There we will arrive in about 6 months. We don't expect to come across any meteor showers on this trip, but if we have to turn back or change course, we will inform you. Мұны осылай қойып шығады екенбіз. Бірінші takes off, boarding, fasten, stop off, come across and turn back. Осы сөздерді таңдайды екенбіз. Енді оқып шықтық, енді аударып шығайық. Капитан Митчелл, мен экипажды бортқа қош келдіңіз. Ұшақ сағат 19:00-де ұшады, ал соңғы жолаушылар қазір кемеге отырғызылып жатыр. Біздің қауіпсіздік жаңағы саяхатымыз 5 минуттан кейін басталады. Бұған дейін сізден қауіпсіздік белдіктерін тағуыңызды өтінеміз. Бұл арнайы туристік рейс болып табылады және Юпитерге бара жолда айға тоқтаймыз. Біз шамамен 6 айдан кейін Юпитерге жетеміз. Бұл сапарда метеориттік жауын-шашын болады деп ойламаймыз, бірақ егер де болатын болса, кері бұрыламыз немесе бағытты өзгертеміз дейді. Бұл туралы сіздерге хабарлаймыз. Мұны осылай, яғни бұл жерде Юпитерге баруға арналған арнайы туристік кеменің бортындағы хабарландыру. Яғни бұл хабарландыру жалпы қанша уақыт саяхаттаймыз, қай жерге барамыз, не істейміз деген секілді жалпы хабарландыру беріліп отыр екен. Мұны осы сөздерді қойып шығады екенбіз. Келесі. Exercise 3. Listen to another announcement to board the tourist special to Jupiter who is making the announcement. Бұл жерде сіздер listening тыңдайсыздар. Listening тыңдап, кім хабарландыруды айтып жатыр, сол адамды табады екенсіздер. Жауап бізде C болады, a tourist guide. Яғни туристік гид хабарландыруды айтып жатты екен. Next, exercise 4. Read the text and decide what type of information is missing. Then listen again and complete the text. Бұл жерде мәтінді оқимыз және керек жаңағы сөздерді қойып шығады екен біз.
Одан кейін listeningді тыңдаймыз және тексті аяқтайды екенбіз. Бастайық. Cosmos 9 visits 3 places on its way to Jupiter. The voyage takes 6 months to reach Jupiter and arrives in September. On the moon, passengers can visit the moon base and the Neil Armstrong Museum. The ship reaches Mars in June. The passengers spend 5 days on Mars. Before it arrives at Jupiter, the ship stops off at Ganymede. The passengers stay 2 nights there in a hotel. The trip from Ganymede to Jupiter takes 10 hours. The passengers won't meet any aliens during the voyage. Міне осылай қойып шығады екенбіз. Яғни бұл жерде де бізде жалпы ғарышқа саяхат туралы айтылған. Қазір осы тексті аударып шығайық. Космос 9 Юпитерге барар жолда 3 жерге барады. Саяхат Юпитерге жету үшін 6 ай уақытты алады және қайтадан қыркүйек айына барады екен. Айда жолаушылар ай базасына және Нил Армстронг мұражайына бара алады және кеме Марсқа маусым айында жетеді. Жолаушылар Марста 5 күн болады. Юпитерге жеткенше кеме Ганимедке тоқтайды. Жолаушылар ол жерде қонақ үйде 2 түн қалады және Ганимедтен Юпитерге дейінгі сапар 10 сағатты алады. Жолаушылар саяхат кезінде ешбір жаңағы өзге ғаламшарлықтарды көрмейді, кездестірмейді дейді. Міне осылай. Яғни ғарышқа саяхат кәдімгідей бір саяхатқа байланысты. Біз тур жасап жатырмыз. Жолай қай жерлерге тоқтайды, қай жерлерді көреді, қанша уақыт алады, саяхат қай жерден басталады, қай жерде аяқталады деген секілді. Exercise 5. Work in pairs. Prepare a travel announcement for a sightseeing trip to the moon. Use the words in exercise 1 and the ideas in the box. Then present your announcement to the class. Жаңа біз сіздермен осы саяхатқа байланысты түрлі хабарландыруларды оқыдық. Енді бізге айтып отыр, айға саяхатқа біз хабарландыру жасау керекпіз. Және де мына жердегі сөздерді қолдану керекпіз. Сондай-ақ бірінші тапсырмадағы сөздерді де қолданады екенбіз. Бірінші тапсырмада бізде етістіктер болды, вербтер саяхатқа байланысты. Оларды қолдану керек екенбіз. Ал енді қысқа нұсқа сіздерге айға саяхатқа байланысты хабарландыру жазып қойдым. Осы жауапты қолдансаңыздар болады. Қазір осыны оқып, бірге сіздермен аударып шығайық. Good morning, space travelers. Get ready for the adventure of a lifetime as we set off on an exciting journey to the moon. Departure date, June 15, 2030. Accommodation, a comfortable space hotel with amazing views of Earth. Length of journey, 3 days to the moon, 5 days exploring and 3 days back. Activities and sites. Walk on the moon's surface, visit craters, experience zero gravity and see Earth from space. Stop-offs, the International Space Station, a short break before continuing our journey. Remember to fasten your seat belts before takeoff. Make sure to book your trip early and check in on time. We can't wait to board the spaceship with you. See you in space. Яғни, біз сіздермен айға саяхатқа байланысты хабарландыру жазып шықтық. Енді хабарландыруды аударып шығайын. Қайырлы таң ғарыш саяхатшылары. Біз айға қызықты саяхатқа аттанарда түрлі шытырман оқиғаларға дайын болыңыз дейді. Кету күні бізде 2030 жыл 15 маусым. Орналастыру бізде таңғажайып жерге көрініс бар, жайлы ғарыштық қонақ үй. Саяхаттың ұзақтығы айға 3 күн, айды зерттеу 5 күн алады және қайту бізде 3 күн. Түрлі жаңа қандай көрікті жерлерге барамыз, олар бізде айдың бетінде серуендеу, кратерлерді аралау, нөлдік гравитацияны сезіну және ғарыштан жерді көру. Қай жерге тоқтаймыз? Халықаралық ғарыш станциясы саяхатымызды жалғастырамыз. Ол жерде қысқа үзіліс жасаймыз дейді. Және де ұмытып кетпеңіздер, ұшу алдында қауіпсіздік белдіктерін байлауды және сапарыңызды ерте брондап, уақытында тіркелуді ұмытпаңыз. Біз сізбен бірге ғарыш кемесіне отыруды күте
алмаймыз. Сол себептен ерте тіркелу керек. Және қарыста кездескенше. Міне осылай. Біз сіздермен аннаунсмент жасап шықтық. Өзгертемін деген жерлерін өзгертсеңіздер болады. Және барлығын аударып қойдым. Біз сіздермен тапсырмалардың барлығын аяқтадық. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сыныптастарыңызбен, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сау болыңыздар.